атындағы негізгі орта мектебінің қысқартылған балапан тобының тәрбиешісі Шәрменова Самал. Және менің қасымда тәрбиеленуші Алшынбай Нұрсая 4 жаста. Біз Нұрсая екеуміз қазақтың ұлттық тағамы шұбаттың қалай дайындалатынын зерттейміз. Бізге осы зерттеуге Нұрсаяның анасы Әділбек қызы Бақытгүл бізге көмектесіп сүтін дайындап берді. Рахмет сізге. Енді біз Нұрсая екеуміз қарғаттай осы шұбатты зерттейміз, қалай дайындалатынын. Бұл көбімізді майға май жағып үстіне мынау тобылғымызбен ыстаймыз. Нұрсая, мынау біздің күбіміз дайын. Бұл күбінің ішінде қоры бар. Қараш, қоры бар жаңағыны. Енді осы жаңағы сауып алып келген сүтімізді, түйеден сауып алып келген сүтімізді енді осыған сүзіп құямыз. Қараш. Енді екеуміз мынаны пісейік. Ұстап қатты жақсылап ашу үшін бұны пісеміз осылай. Енді бұны мынау жылы орап, бұны 3-4 сағатқа жылы жерге киіз үйге апарып қоямыз. Сосын шұбатымыз ашиды. Нұрсая, шұбатымыз дайын болды, ашып. Енді дәмін көреміз. Көре ғой дәмін. Қалай екен, дәмді ме? Бұл шұбат өте дәмді. Бұл шұбаттың адамның денсаулығына өте пайдасы көп. Бұл шұбаттың бойында адам ағзасына пайдалы дәрумендер көп. Соны біліп жүр.